Сәлем достар, біз бүгін 15 минутта дайын болатын аштықсыз бауырсақ пісіреміз. Оған жарты литр айранға 1 шай қасық нан, сода қосып араластырамыз. Содан соң 1 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, 2 аш қасық қант, 2-3 ас қасық сұйық майды қосып араластырамыз. Онды елегіште өткізіп, керегінше қосамыз. Қамырымыз жұп-жұмсақ болып шығу керек. Үстін салфанмен жауып, орамал жауып, жылы жерде тұру керек. 15 минуттан соң майымызды отқа қыздырып, нанымызды қысамыз. Одан кейін оны бөліктерге бөліп, қайнап тұрған майға бауырсағымызды пісіріп аламыз. Аштықсыз бауырсағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.